Облыста қылмыс 4,6%-ға төмендеген. Криминогендік жағдай тұрақты. Бүгін облыс прокуратурасының жылдық жұмыстарының қорытындысы осылай деп шығарды. Бүгінгі таңда прокуратура органдары 560 мыңнан астам азаматтың құқығын қорғаған. Сонымен қатар 1,3 миллиард теңге көлемінде шығын өндірілген. Есесіне мемлекеттік қорға 8,7 миллиард теңгенің 49 нысаны және 1,1 миллиард теңгенің 180 мың гектар жері қайтарылған. Жауапты шараларды жүзеге асырдық. Қаңтар оқиғасы болды. Конституцияға референдум, президент сайлауын өткіздік. Рақымшылық заңның қолданылуын қамтамасыз еттік. Азаматтар мен бизнес өкілдерінің құқықтарын қорғауға бар күш-жігерімізді салдық. Прокуратура туралы конституциялық заңы қабылданды. Кездесу барысында қайғылы қаңтар оқиғасы да сөз болды. 485 қылмыстық іс тіркеліп, күдіктілерге қатысты 143 іс сотқа жолданды. 109 адамға үкім шығарылды, оның 26-сына рақымшылық заңы қолданылды. Сосын 2023 жылдан бастап азаптау фактілерін тергеп тексеру және сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша айыптау актісін жасау өкілеттігі прокуратураға берілді. Ендігі бұл бағыттағы жұмыстардың ұйымдастыру шаралары кеңінен қолға алынатынын айтты.